жұмыстарымыз жазғы. Иә, тәпішкі. Мынау Мақсат ағайымыз екеуміздің дизайн, мен авторымын, дизайнер. Мынау Асатаяқ қазақтың, яғни ұлттық Асатаяқ аспаптарды насихаттау, бұрынғы бар нәрсені жандандыру, баланың құлағына естірту, жүрегіне ұялату. Әрбір пәнаралық сабақта балалармен бірге күйді, жырды пленкадан емес өзіміз тірілей, үнтас жаңағы домбырамен сүйемелдеп, әрбір әдебиет сабағында мәдени әдеби шараларды осыларды қолданамыз. Одан кейін менің тұяғым келе жатқан, бұның барлығын краскілеп, аттың тұяғын өзім тазартып, жаңағы бояуларын жағып, жаңағы күйдің де құлағын қанышын қандырамыз. Сосын енді нәскиді оқиын дедім ғой. Міне бастап біреуін тоқыдым. Мына жерін енді тігіп жіберіп, сосын сілейді. Мынау деген анау шарқаттың жүнінен жасалған мына жердің барлығы. Ойында бұның өзіне уақыт керек, кітап оқу керек, бұның барлығы өнер. Сондықтан өнерді үйренді, жирен дейді. Ал енді ары қарай өздеріңіз білетіндей. Енді ары қарай мен сол балаларды жырға, әдебиетке, термеге, мынау аралас мектептің өзінде Нұрғиса Тілендиевтің күйін тыңдап отырмыз. Қандай керемет бақытты біз жандармыз. Яғни құлақпен естіп, жүрекпен тыңдап, үлкен ілтипатты, ізгілікті адамдар шығару, қазірден бастап дәнегу, бұл біздің ертең болашақ жетістігіміз. Ал енді назарларыңызға Үмбет Қоразбаевтың саған айтамын. Мен енді даналық мектебінде қызмет етіп жатырмын, қалалар кезінде еңбек етіп жатырмын. Сондықтан да соны естірту, тарату, балалар айтпай